Мектеп жастардың талантын шыңдап, даналардың түлеп ұшар тұғыры. Ұлттың рухани байлығы білімінде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде, ал білімнің сарқылмас көзі мектепте. Орал қаласындағы номер 42-ші Ақниет гимназиясы инновациялық үлгідегі қазақ тілінде оқытатын білім мекемесі. Гимназия 1999 жылы шілдеде алғаш рет өз шәкірттеріне есігін айқара ашқан болатын. 2012 жылы 1 қыркүйектен бастап 1200 орындық типтік үлгідегі жаңа ғимаратқа көшірілді. Қазіргі заман талаптарына сай материалды-техникалық базамен, заманауи жаңа модификациялық пән кабинеттермен жасақталып, талапқа сай жабдықталуда. Оған қоса шеберхана, спорт зал, мәжіліс залы, мультимедиа, IT класс, психология және медицина кабинеттері бар. Гимназиямызда 2024-25 оқу жылында 184 педагог қызмет атқарады. Оның 181-і жоғары білімді, ал 3-інің арнаулы орта білімі бар. Мұғалімдердің сапалық құрамы 58-69% құрайды. Бүгінгі таңда гимназияда 2141 оқушы білім алуда. Білім сапасының көрсеткіші 66-44%. Оқу озаты 387, ал оқу екпіндісі 740 оқушы. Гимназиямыздың талапты шәкірттерінің бағындырған биік белестерін де мақтанышпен айтуға тұрарлық. Жыл сайын түлеп ұшқан түлектер арасынан алтын белгі егерлері мектеп абыройын асқақтатып, білім ордасынан түлеп ұшқан түлектер 100% жоғарғы оқу орнына түсіп, 84% грант егерлері қатарынан көріне білді. Білім мен тәрбие ажырамас ұғым. Оқушылардың ұлттық тәрбие жұмыстары да назардан тыс қалған емес. Шәкірттеріміз мектепте бағындырған белестерін жоғары деңгейдегі көрсеткіштерге ұластыру үшін жан-жақты білім алып, облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларда бағы мен бабын сынап, бәсекелестерінен оқ бойы озық екендерін дәлелдеп, жүлдегерлер қатарынан көріне білді. Білімді білікті мамандары көп ел ғана мықты мемлекет бола алады. Болашақта Қазақстанның озық елдің қатарына кіруіне Ақниет ұстаздары мен ұландарының қосатын үлесі зор болмақ.